Қайрат мониторға қарап отырды. Жеке мейрамханасын ашқалы бір айдың көлеміндей болып қалды. Сондықтан әлі қауіпсіздік қызметі немесе күзетші жалдайтын мүмкіндігі жоқ болатын. Әрине ол бизнесіне қызметкерлердің зиян келтіруі мүмкін екенін жақсы білетін. Бірі көп, бірі аз адамдар әйтеуір жиі ұрлайтын. Кімнің, қандай себеппен болсын ұрлық жасап, мейрамханасына зиян келтіруіне жол бере алмайтын. Мейрамханасын ашу үшін ол талай жыл ақша жинады. Енді ел қатарлы аяққа тұрам деп қуанып отырғанда, ыдыс жуушы қыздың үлкен сөмкені есік жаққа қарай сүйреп бара жатқанын көрді. Осыдан 3 күн бұрын камера орнатқан еді. Сонда бір ай бойы осылай тасып жүрген бе деген ойға қалды. Қайрат орнынан атып тұрды. Ұрлықты басынан бастап тию керек. Бірақ бір түрлі. Қыз тым жас. Бір алаяққа ұқсамайды. Шын бейнесін жасап келген болар. Жарты сағаттан соң мейрамхана жабылатын. Ыдыс жуушы мен админ соңғылардың бірі болып шығады. Ыдыс жуушы басқа есіктен шығады. Ол есікті сыртынан ашу мүмкін емес еді. Демек админ бұл жайдан хабарсыз. Қыз үшін бұл таптырмас схема болатын. Қайрат бәрін түсінді. Қайрат бәрінен алдын шығып кетіп есік алдында отырды, фараларын өшірді және күтуді бастады. Гаухар орамалын түзетті. Болды, бітті. Бүгін менің кішкентайым өзін жақсы ұстады. Сәл шыдай тұр, қазір мама біраз жүріп сені шығарып алады деді. Гаухар бәрін тағы бір рет тексеріп алды. Сөмкеде ауа кіретін тесіктер ашық, әсемге ыңғайлы. Жарты сағат бұрын анасы оны тамақтандырды. Демек балақай тәтті ұйқыда. Гаухар бұлай жасауға болмайтынын жақсы түсінетін. Егер біреу білсе қызынан айырылып қалатын. Басқа амалы да болмады. Гаухардың сүті бірден тоқтап қалды. Қоспалар тым қымбат, ал жәрдемақы 2 аптаға ғана жететін. Оның үстінде жөргек пен коммуналдық төлемдер де бар. Қыз ұзақ уақыт не істерін білмей жүрді. Кейін жаңа мейрамхана ашылып жатқаны және жұмысқа қабылдау жүріп жатқаны туралы естіді. Сұхбатқа келгенде қандай жұмыс жасайтынын әлі білмеген. Жұмыс оған өте қажет еді. Бірақ көршісі Әсемге тек аптасына 2 реттен артық қарай алмайтынын айтты. Баласына қарап берген үшін Гаухар оның үйін жинап беретін. Ал жұмыс орнын көріп, әзірге тек ыдыс жуушыға ғана вакансия барын білгенде, Гаухарда бір жоспар пайда болды. Өйткені балапанын жұмысқа тығып алып келу. Бұл әрине қауіпті әрі мүмкін емес көрінді. Сонда да бір байқап көрді. Әсемді небәрі бір айлық кезінде жұмысқа алып келді. Сәби өте тыныш болатын. Қосалқы ыдыста тұратын қоймада ұйықтайтын. Орны да жеткілікті, жарығы да бар. Қойманы Гаухар тез-тезден өзі тазалап отыратын. Гаухар кішкентайынан ата-анасынан айырылып, әжесімен бірге өскен. Әжесінің үй шаруасымен ісі де болмайтын. 10 жасынан бастап Гаухар үйдегі барлық шаруаны өзі атқарды. Көршісі Сырым оны бірден баурап алды. Ол жай ғана ғашық болған жоқ, есі кете сүйді. Әжесі қайтыс болғаннан кейін бір жыл өте ғашық аңқау қыз Сырымды үйге бірге тұруға шақырды. Жігіт қуана келісті. Бірақ Гаухардың жүкті екенін естіген сәтте-ақ пәтердегі азын-аулақ бағалы заттарды алып жоғалып кетті. Гаухар полицияға бармады. Ұялған сонша тіпті көшеге шыға алмай қалды. Әбден әбіржіп кетті. Бір қайыры болар деп енді бәрі түзеліп келе жатқанда әлгілер келді. Бір топ аудандағы бұзақылар пәтерін сатып жіберуін талап етті. Ол сатпайтынын айтты. Бұзақылар оны байқаусызда көшеде көлік қағып, қызы жетім қалуы мүмкін екендігін айтты. Сол күні Гаухардың сүті шықпай қалды. Сонан нағыз сынақтың басталғанын енді түсінді. Жұмыс оның жұбанышы болды. Жалақыны аптасына бір рет беретін. Бүгін не жеймін деген күндер артта қалған секілді болды. Оларға бәрі жететін. Әсем 3-4 айлық болғанда не істерін Гаухар ойламауға тырысатын. Өзіне сенді, ол мықты, ол ақылды, бәрін жеңеді. Бірақ соңғы уақытта ол өзінің мықты да ақылды да екеніне күмәндана бастаған. Гаухар аяғын ақырын басып, сөмкені қойды. Есікті жауып бұрылып еді, мейрамхананың иесімен бетпе-бет келді. Ой, ай деп Қайрат оны мысқылдап қайталады. Қане, көрсет, сумкада не бар? Мұндай көлемде ұрлай берсең ешқандай мейрамхана шыдамайды. Гаухар сумканы шетке тартып, мен ешқашан ештеңе ұрлаған емеспін. Сіз қалай ұялмай айтып тұрсыз? Маған ұялу керек пе? Саған емес пе? Деп күліп алды да дереу түрін жинап алды. Аш сөмкені. Болмаса полиция шақырамын деді. Гаухар күрсінді. Амалы да жоқ еді. Әсем де сөмке ішінде қозғала бастады. Ол тізерлеп отырып сөмкені ашты. Қайрат таңырқап қалды. Бала, бұл қайдан? Бұл сенің қызың ба? Сен жұмысқа баламен келесің бе? Гаухар сәбиді қолына алып шықты. Мен жұмыстан қуылдым ба? Деп сұрады. Тоқта, сіз қане? Мен сендерді жеткізіп салайын. Үйің алыс па? Деді Қайрат. Жоқ, дәл мына бұрышта, деді. Онда шығарып саламын. Қайрат Гаухардың мұны жақсы өмірден жасап жүрмегенін түсінді. Оның өзі де ішкі ата-анасымен аса қиын балалық шақ өткерген. Егер оны дер кезінде алып кетпесе, кім білсін, бәлкім өзі де солардай болар ма еді. Олар үйге жетті, бірақ Қайра қайтқысы келмеді. Гаухар қабағын көтеріп қарағанда ол мен бір шыны шай ішкім келіп тұр дейді. Гаухар таңғалып қалды. Шайды аяйтын жері жоқ, қуып шығу да ыңғайсыз, бәлкім жоқ. Ол бәрібір оған жұмыс істеуге рұқсат бермейді. Әсем тойып тұрса да, кішкене қоспасын беріп ұйықтатып тастады. Сосын ас үйге шықты. Қайрат шай қойып жатыр екен. Ол жарқырай қарады. Мен мұнда аздап шай қойып жатырмын деді. Гаухар отыра салып
қатты шаршағанын сезді. Жай ғана физикалық шаршау емес, моральдық тұрғыдан. Осы уақытқа дейінгі қорқыныш біліп қоя ма, білмей ме, қуып жібере ме, ол өзі байқамай көз жасына ерік берді. Құдай-ау, енді не істеймін мен? Қайрат оның алдына отырып шынаяқты жақындатты. Енді бәрін басынан айт. Нені деп таңдана қарады Гауһар? Бәрін. Туғаныңнан бастап оқығаның, содан кейінгі бәрін ретімен. Гауһар сөйлей бастады. Кейде шайдан ұрттап қояды. Айта отырып өзінің қаншалықты сорлы болғанын сезінді. Бәрі басқа адамдардікіне емес, бәрі қисық. Неге? Жауабын таба алмады. Қайрат оның әңгімесін тыңдап отырып көзін басқа жаққа аударып отырды. Өзінің де жылағысы келді. Өмірдің әділетсіздігін ол да жақсы білетін. Сонымен 2 күн үйде отыр. Мен біреуді шақырамын. Сол 2 күнде бірден ойлап табуымыз керек. Бізге? Қойшы, мен сені осындай күйіңде тастап кете алмаймын. Оның үстіне ыдысты жақсы жуғансың. Жарайды, мен кеттім. Қайырлы түн. Ол тез тұрып кетіп қалды. Гауһар рахмет айтуға да үлгермеді. Біраз отырған соң есікті құлыптауға шықты. Дәліздегі тумбочканың үстінде бірнеше ірі ақша тұр екен. Гауһар қабырғаға сүйеніп тұрып тағы жылады. Келесі күні бұл ақшалар қатты керек болды. Әсемнің қызуы көтеріліп, шақырған дәрігер дәрі-дәрмек жазып берді. Жас ана Әсем ұйықтап жатқанда көше үйдегі дәріханаға тез жүгіріп барып келуі керек болды. Дәріханаға барып келіп есікті жапқаны сол еді, қоңырау соғылды. Жүрегі зу ете қалды. Қайрат шығар деп ойлады. Бірақ есікті ашқаны сол еді, қайта жабуға тырысты. Қолынан келмеді. Бір жігіт аяғын қойып жаптырмады. Жігіт жымиып тұрды. Сәлем, жалғызбасты анашым. Қонақтарды неге дұрыс қарсы алмайсың? Ол Гауһарды итеріп үйге кіріп кетті. Оның артынан бір ер адам мен бір қыз келді. Үшеуі өз үйіндегідей жайғасып, қыз үстелге бір бума қағазды жая бастады. Не болды? Ойланып көрдің бе? Ойландым. Жоғалыңыздар. Әйтпесе полиция шақырамын деді. Гауһар. Шақыр. Біз көре жатармыз. Тек есіңде болсын, полиция шақыруымен сен өзіңе үкім шығарасың. Балаңды ойла. Гауһар ашуына тұншығып қалды. Кімсіңдер өздерің? Не керек сендерге? Ешқандай пәтер сатпаймын. Сатасың. Қанша қарсырассаң пәтерің сенің соншалықты арзандай береді. Сондықтан неғұрлым ертерек келіссең, соғұрлым көп ақша аласың. Жігіт бағаны атады. Гауһар қорықса да күліп жіберді. Әзілдеп тұрсың ба? Бұл баға осы үйдегі дәретхананың құны ғана. Ол жымиып, 1-2 күннен кейін бәрібір келісесің. Тек ақшаң бұдан да аз болады. Жоғалыңдар, ештеңе сатпаймын. Ол Гауһарға жақындай бергенде қыз қатты шошынып қалды. Бірақ кенет жігіт жерге құлады. Оның артында Қайрат тұр еді. Ол үстелдегі екеуіне бұрылды. Тағы кімге түсіндірейін? Пәтер сатылмайды. Қонақтар жоқ болып кетті. Қайрат Гауһарға қарап, неге сен маған ештеңе айтпағансың? Олар қайта келеді деп ойламадым, деді Гауһар. Қайрат үнсіз тұрып қалып бір кезде жинал деді. Қайда, деді Гауһар. Жинал деген соң жинал деп айқайлап жіберді. Гауһар сонда жылап қоя берді. Кешір, менің үйіме барасыңдар. Ол жер қауіпсіз. Бұлардың не істейтінін бір Құдайға мәлім. Гауһар ештеңе айтпай заттарын жинай бастады. 15 минуттан соң олар есіктің алдына шықты. Сол кезде көрші әйел тесіле қарады. Гауһар, әкең келді ме? Енді Әсемге қарамай қойсам бола ма? Үйді тазалауға да келмейсің бе енді? Қайрат сыпайы, бірақ ашулана жауап берді. Дәл солай. Енді бәрін өзіңіз жуасыз. Көрші шошып кетіп есікті тарс жапты. Мынауың еркек емес, жыртқыш қой. Гауһар да біреуін тауып алыпты. Бұрын бір басқа жігіт келетін еді ғой. Қойшы. Қазіргі жастар моңғол болады деп ішінен ойлап қалды. Әсем үлкен пәтерді қызықтап қарап жүр. Қайрат Гауһарды бір бөлмеге алып келіп, мынау сендердің бөлмелерің деді. Гауһар бөлмеде ер адамның халаттары мен аяқ киімдерін көрді. Бұл сіздің бөлмеңіз сияқты ғой, деді. Маған сіз деме, жұмыста емеспіз. Бұл бөлме кең әрі жылы, сондықтан сендер осында тұрасыңдар. Мен анау бөлмеге көшемін. Қалай, ыңғайсыз ой? Түк етпейді. Жарайды, жайғаса беріңдер, мен қазір келемін деп Қайрат шығып кетіп қалды. Гауһар заттарын шығарып сосын ас үйге су ішуге келді. Ыдыс жуатын жерде үйіліп кір ыдыстар тұрды. Қайраттың үйде тек кофе ішетіні көрініп тұр. Гауһар бәрін жуып тоңазытқышқа қарады. 1 сағаттан соң плитаның үстінде котлеттер бұрқ-бұрқ қайнап жатты. Кастрөлде картоп пісіп тұр. Ал Әсем мен анасы күлімсірей отырып салат турап отырды. Есіктің ашылған дыбысы шықты. Қатты шаршаған Қайрат ас үйге кірді. Қарным қатты ашып тұр. Жүр, бірінші бірдеңе көрсетемін, деді. Гауһар Әсемді көтеріп артынан ерді. Дәлізде жаңа кереует, жаңа арба және бірнеше киім толы пакет тұр екен. Менде мұндай ақша жоқ. Қашан қайтара алатынымды да білмеймін, деді Гауһар. Қайрат жымиып, әйелдер, қызықсыңдар. Сенен ешкім ештеңе қайтаруды сұрап тұрған жоқ. Кешке олар бөлмелерін ауыстырды. Қайрат әзіл айтып, Гауһар соған мәз болып жүрді. Тілі шықпаған Әсемде әйтеуір бірдеңелерді айтып жүр. Түнде Гауһар ұйықтай алмады. Қайрат кенет үйде басқа адамның бары жүрегіне жылу сыйлайтынын байқады. Бірақ уақыт өте Гауһар өз үйіне қайтқысы келе бастады. Әрі қарай ешкімнен ештеңе алғысы келмеді. Ал Қайрат
Ол Гаухардың кеткенін қаламайтынын анық түсінді. Таңғы ас ішіп отырған кезде Қайрат бізге үйлену керек деді. Гаухардың қолынан пышағы түсіп кетті. Қалай? Қалай емес, үйлену керек деді. Тағы да. Әсемге әке керек, саған қорған керек. Гаухар оның бетіне үлкен аң-таң көздерімен қарады. Маған тұрмысқа шығуға бұлай ұсыныс тастайды деп ойламаппын деді Гаухар. Қайрат, енді не айтайын? Баласы бар қол астымда жұмыс істейтін қызға мен сені жақсы көріп қалдым деп айтайын ба деді. Гаухар үстелдің ар жағынан еңкейіп оны ақырын ғана құшақтап сүйіп алды. Жұмсақ әрі нәзік. Қайратты біреу тоқпен ұрғандай болды. Ол ақырын оны өзінен алыстатып, телефонды қолына алды. Бүгін мейрамхана істерін өздерің жүргізе беріңдер. Маңызды кездесулер шығып қалды. Жұмысқа бүгін бармаймын. Ыдыс жуушы? Иә, жаңасын іздеңдер. Гаухар енді шықпайды деді.